Ассалаумалейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Асия. Сіздерді арнамда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгін сабақта сіздермен алдарыңызда көріп тұрғандай осындай әдемі қуыршақты тоқып үйренетін боламыз. Бұл қуыршақ бізде толықтай гипоаллергенді жіптен тоқылады. Баланың денсаулығына өте қауіпсіз. Бұл қуыршақтың ұзындығы 28-30 сантиметрдің аралығында. Өте үлкен де емес және кішкентай да емес. Тағы да бір ескерте кететін нәрсе, қуыршақты тоқыған кезде міндетті түрде нығыз етіп тоқуға тырысыңыздар, себебі арасынан наполнительді нығыз етіп салған кезде араларынан көрініп тұрмас үшін. Ендеше қуыршақты тоқып үйренгіңіз келсе, менімен бірге соңына дейін сабақты қараңыз. Сізге сәттілік тілеймін. Егер арнама тіркелмеген болсаңыз, ойыншықты бастамас бұрын міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Маған сіздің қолдауыңыз өте қатты қажет, және кез келген пікіріңізді оқитын боламын. Сұрағыңыз болса, міндетті түрде жауап беретін боламын. Дайын болсаңыздар, бисмиллахпен бастаймыз. Бастамас бұрын сіздерге бұл қуыршақты тоқу үшін қажет болатын материалдарды таныстырып кетейін. Бірінші, денесін тоқу үшін ярнар джинс жібінің осындай телесіне түсі қажет болады. Номерін барлығын экранға көрсететін боламын. Бізде бір қуыршаққа бір жіп жеткілікті болады. Бізге және бұл қуыршақтың көздеріне осындай арнайы ойыншыққа арналған көздер қолданатын боламыз. 10 мм артында бекітілетінімен. Қара және ақ түсті жіптер. Бұл бізде көзін, қасын жасау үшін қажет болады. Және сол көз мен қасын тігуге ине. Басын орналастыру үшін ұзын ине. Қуыршақтың денесін тоқу үшін 2 мм крючок. Ішін толтыру үшін наполнитель, холофайбер немесе синтефон. Қайшы және киімін тоқу үшін спицы, носочный спицалар болады. Және киіміне өздеріңізге ұнаған түсінен, тағы да ярнар джинстің кез келген түсінен осындай бір жіп аласыздар. Шашына мен иран жібін қолданамын. Бұны да этикеткасын экранға көрсететін боламын. Нағыз шашқа керемет вариант бола алады. Барлығын таныстырдым деп ойлаймын. Дайын болсақ, бисмиллахпен бастаймыз. Біз қуыршақты ең алдымен қолдарын тоқып аламыз. Осылай жібімізді, денесін тоқитын жібімізді алып, кольцо амигурумен жасаймыз, яғни саусағымызға бір орап аламыз да. Жіптің қысқа бөлігі сол жақта, жұмыс жібіміз оң қолымда тұрады. Осы кольцоның ішін айналдыра 6 столбик 5 накида тоқып шығуымыз керек. Крючокты кольцоның ішіне кіргізіп, жұмыс жібін алып шығамыз. Былай ұстап аламын ыңғайлы болу үшін. Бір столбик 5 накида тоқыдым. Дәл осылай 6 столбик 5 накида тоқылу керек кольцоның ішінде. Менде біреуі дайын. 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбик 5 накида тоқылды. Енді кольцоны қысқа жіпті тарту арқылы осылай бекітіп аламыз. Және осы жерден біз белгілеп отырамыз. Маркер немесе бір жіптің көмегімен рядтың басталғанын, аяқталғанын анықтап отыру үшін осылай қойып аламыз. Енді келесі ряд бізде прибавка болады, яғни әр петляға 2 столбиктан тоқитын боламыз. Мынау менде алғашқы тұрған петля. Соединительный столбик жасамаймын, бірден келесі рядқа өтіп кете береміз. Яғни прибавка. Біреу, екіншісі дәл сол жерге. Келесі петляға үшіншісі, дәл сол жерге төртіншісі. Бесіншісі келесі петляға, алтыншысы дәл сол жерге. Жетіншісі келесі петля, сегізінші дәл сол жерге. Тоғызыншы келесі петля, 10 дәл сол жерге. 11 келесі петля, 12 дәл сол жерге. Бізде 12 столбик 5 накида болды. Енді келесі ряд бізде ешқандай прибавка жасамаймыз. Әр петляға бір столбиктан тоқып шығамыз. Яғни 12 столбик 5 накида. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бізде ряд белгілеп қойған, жіп белгілеп қойдым ғой жіппен. Дәл сол жерден аяқталу керек. Ряд аяқталды. Келесі рядта да өзгеріссіз тоқимыз. Яғни біз енді дәл осылай тағы 2 қатар тоқуымыз керек. 12 столбик без накидамен өзгеріссіз 2 қатар тоқимыз. Барлығы 5 қатар болу керек. Ой. Мінекей барлығы 5 қатар болды. Қалай санаймыз? Мінекей өзім білініп тұрады. Былай қарасаңыздар, полоска болып. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 қатар болды. Енді келесі қатарда енді сәл басқаша тоқитын боламыз. 2 столбик без накида. 1, 2. Накид ілеміз. Келесі тұрған петлядан жұмыс жібін шығарып аламыз. Крючокта үшеу накид ілеміз. Дәл солай тағы да сол жерге крючогымыз кіргізіп жұмыс жібін шығарып аламыз. Крючокта 2, 4, 5 болды. Накид ілеміз. Тағы да сол жерге крючокты кіргізіп жұмыс жібін алып шығамыз. Крючокта 2, 4, 6, 7 болды. 2, 4, 6, 7. Енді осының барлығын бірге өткіземіз. Ары қарай рядтың соңына дейін өзгеріссіз тоқимыз. 1, мына жерде кішкене бос болып қалмасын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ряд аяқталды. 9-шы столбикпен мынау тұрған пышный столбиктер жасадық. Пышный столбиктер. Соны кішкене былай сыртқа шығарамыз. Осылай саусағы көрініп тұратындай. Енді артық жіпті қиып тастайық, кедергі келтірмес үшін. Енді бір столбик без накида тоқимыз келесі рядта. Және мына пышный столбик ташап тұрған сол жерде убавка жасаймыз. Бір петлядан алдым, жанында тұрған тоқымаймын, келесі петлядан аламын. Крючокта үшеуін бірге. Бұл бізде бірінші убавка, екі рет убавка жасайтын боламыз. Енді
3 столбик без накида тоқып аламыз. 1 2 3. Тағы да убавка жасаймыз. 1 2 крючокты үшеуін бірге. Ары қарай рядтың соңына дейін өзгеріссіз. 1 2 3 4. Ряд аяқталды. Келесі ряд бізде прибавка болады. 1 столбик без накида. Келесі петляға прибавка, яғни 1 петлядан 2 столбик без накида тоқимыз. 1. Дәл сол жерге екіншісін. Тағы да 2 столбик без накида тоқып аламыз. Жоқ, 3 столбик без накида тоқып аламыз. 1 2 3. Тағы да прибавка жасаймыз. 1 2. Және рядтың соңына дейін өзгеріссіз. 1 2 3 4. Ары қарай бізде барлығы 12 столбик без накида. Сол 12 столбик без накиданы қайтадан өзгеріссіз тоқып шығамыз. Керек ұзындыққа дейін. Менің жағдайымда барлығы қолының басынан аяғына дейін санағанда 22 қатар болу керек. 22 қатар болғанға дейін өзгеріссіз 12 столбик без накиданы тоқып шығамыз. Сол жерде кездесеміз. Бізде қолымыз осылай болу керек. Неге 22 қатар тоқып болдым. Енді соединительный столбикпен рядымызды аяқтаймыз. Осы жерде наполнитель салып аламыз. Қолын қатты толтырмаймыз, қыздар. Өте аз мөлшерде ғана, тек бас жағына кішкене саламыз да. Қалған жағына өте азақ мөлшерде саламыз. Қолы тікірейіп қалмас үшін, көтеріліп қалмас үшін. Басына салдым. Енді өте аз мөлшерде. Қолы бос тұрған жақсы негізі. Осылай екі қолды осылай бірдей етіп тоқып үшін наполнитель салып аламыз. Мына жақта кішкене аздау сияқты. Қолдарымыз дайын. Келесі бізде аяқтары. Аяғын воздушный петлямен бастаймыз, яғни 10 воздушный петля тоқу керек бізге. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 воздушный петля. Крючоктан кейінгі тұрған петляны тастап, одан кейінгі, яғни мынау тұрған петляға крючогымызды кіргізіп, столбик без накида тоқимыз. Яғни осы петлядан бастап столбик без накида тоқимыз. Воздушный петляның басына жеткенге дейін. 8 столбик без накида тоқуымыз керек. 2
3, 4, 5, 6, 7, 8. Соңғы петляға прибавка жасаймыз. Яғни бұл жерге 3 рет столбик без накида тоқу керек. 1, дәл сол жерге 2, дәл сол жерге 3. Тесік болып қалмасын. Енді воздушный петлялардың келесі жақ стенкасын толтырып шығамыз. 7 столбик без накида тоқу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Келесі петляға прибавка. Бір петлядан 2 столбик тоқимыз. 1, екіншісін дәл сол жерге. Рядтың басында басталған столбикқа, яғни сол петляға 1 столбик без накида тоқимыз. Осы жерден маркермен, яғни жіппен тағы белгілеп отырамыз. Бізде бірінші ряд аяқталды. Келесі ряд прибавка жасалған жерге дейін, яғни мынау басына дейін столбиктарды тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбик без накида тоқыдым. Енді тағы да прибавка жасаймыз. Әр петляға 2 столбиктан 3 рет прибавка жасаймыз. 1, екінші петля сол жерге, екінші столбик сол жерге. 3-ші столбик келесі петляға, 4-ші столбик сол жерге. 5-ші столбик келесі петляға, 6-ші столбик сол жерге. 3 рет 3 петляға прибавка жасадық. Ары қарай столбик тағы да прибавка жасаған жерге дейін тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тағы да прибавка жасаймыз. 1, екінші столбик сол жерге. 3-ші столбик келесі петля, 4-ші столбик сол жерге. 5-ші столбик келесі петляға, 6-ші столбик сол жерге. Және соңғы 1 столбик без накида. Ряд аяқталды. Келесі ряд өзгеріссіз тоқылады. Бізде барлығы 27 столбик без накида. 27 столбик без накиданы өзгеріссіз 2 қатар тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Тағы да бір қатар өзгеріссіз осылай тоқып шығамыз. Енді келесі қатарда убавка жасайтын боламыз. Бірінші 14 столбик без накида тоқып алу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 столбик біздің әкеді. Енді убавка жасаймыз. Аяғына убавканы мен сәл басқаша жазайын. Убавканы былай жасаймыз. Мына жерде косичканың екеуінен емес, тек бір жақ стенкасынан ғана. Яғни шеткі стенкасынан. Және келесі петляның да тек бір стенкасынан. Осылай екеуінен бірақ шығарамыз. Бірінші убавка. Келесі петляға столбик без накида. Және екінші убавканы жасаймыз. Косичканың бір ғана стенкасынан және келесі петлядан да дәл солай екеуінен бірге осылай. Екінші убавка және столбик без накида. Үшінші убавканы жасаймыз. 1, 2, екеуінен бірге. Үшінші убавка. Столбик без накида. Төртінші убавка. Столбик без накида. Және соңғы 5-ші убавка. Рядтың соңындағы петля және рядтың басындағы петлядан. 5-ші убавка ряд аяқталды. Енді 12 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Және тағы да 5 рет убавка жасайтын боламыз. Бұл жолы убавкадан кейін столбик без накида тоқымайтын боламыз. Қатар-қатар 5 убавканы жасаймыз. 1, екінші убавка. Үшінші. Төртінші және соңғы 5-ші убавка. Ряд аяқталды. Келесі ряд убавка жасамаймыз. Бізде барлығы 17 столбик без накида қалды. Сол 17 столбик без накиданы өзгеріссіз тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Дұрыс шықты. Осы жерде наполнительмен аяғын бар жағын толтырып аламыз. Одан кейін барып жалғастырып тоқитын боламыз. Енді аяқтарын, денесін холофайбермен толтырған кезде барынша нығыздап толтырамыз. Бірақ тоқуға кедергі келтірмейтіндей болу керек. Тоққан кезде
крючокпен ілініп кетпейтіндей өзімізге ыңғайлы қалып салып отырамыз. Енді өзгеріссіз қазір тоққан қатармен санағанда 20 қатар тоқу керекпіз. Яғни 17 столбик без накида 17 қатар тоқу керек. Қазір біз біреуін тоқыдық қой, енді 17 деп 20 қатар тоқу керек. Біз біреуін тоқыдық, енді 19 қатар тоқуымыз керек. Қыздар мен 20 қатар тоқып, наполнительмен толтырып қойдым. Қазір мен тағы да бір рет санап шығамыз мына жерден бастап. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 қатар болды. Енді прибавка жасаймыз. Реттің басына бір петляға 2-ден. Келесі 5 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі петля прибавка. 1, екіншісін сол жерге. Тағы да 5 столбик без накида. Қазір. 1, 2, 3, 4, 5 прибавка. 1, екіншісін сол жерге. Соңғы 4 столбик без накида қалады. 1, 2, 3, 4. Бізде барлығы 20 столбик без накида болды. Бір қатар тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Қыздар, неге біздің аяғымыз дайын? Ряд бізде мына жағынан бітіп тұр. Біз екінші аяқты біріктіру үшін бізге ряд мына жағынан біту керек, керісінше оң жақтан. Ол үшін тағы да столбиктарды тоқып осы жерге дейін алып келетін боламыз. Сіздер қарайсыздар, сіздердің рядыңыз қай жақтан аяқталған. Егер осы жақтан аяқталып тұрған болса, осы жерде қала бергені, осы жерден қалдырасыз. Егер мен сияқты келесі жақ бетінде болып қалатын болса, тағы да қосымша столбиктар тоқисыздар. Мен қазір қанша столбик шығатынын көрейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және соңғы 12-ші столбикқа соединительный столбик жасаймын. Осы жерде мен екінші аяқты қосып біріктіретін боламын. Жұмысты қиып, жұмысты аяқтаймыз. Дәл осылай екінші аяқта тоқимыз, тек мына жақтағы столбиктарда тоқымаймыз. Бізге екінші аяқтың ряды дәл осы жерден бітіп тұру керек. Мінекей қыздар, екінші аяқта аяқталды. Бағана айтқандай осы жерден аяқталып тұр. Бұл рядта, бұл аяқта. Енді екеуін біріктіретін боламыз. Ешқандай столбик жасаудың қажеті жоқ сияқты. Тек мына жерге біреуін босатып, соединительный столбикпен
бекітіп алайын. Енді мынау белгілеріміз қазір керек емес. 7 столбик без накида тоқу керек. 7 воздушный петля тоқу керек. Екінші аяғымызға. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Екінші аяғымызды алып, то есть бірінші. Соединительный столбик жасаған. Дәл сол соединительный столбик жасалып тұрған жерден столбик без накида тоқып аламыз. Бізден аяғымыз осылай бізге өзімізге қарап тұру керек. Қисайып кетпеуін қадағалайсыздар. Бізден аяқта 20 столбик без накида болған, бір аяқта. Дәл сол 20 столбик без накиданы тоқып шығу керекпіз. Біреуін тоқыдық. 2, 3 тоқ. Мына жерде бір петля шығып тұр қазір. Бір столбик. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20. 20-шы столбикті қараңыздар, мынау жерден алсаңыздар болады. Мен сәл астынан аламын. 2, 19, 20. Енді 7 воздушный петляның бір жақ стенкасына 7 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, осылай санап отырсаңыздар, шатаспайсыздар. 3, 4, 5, 6 және 7. Енді келесі аяқ бізде 20 столбик без накида. Сол 20 столбик без накиданы тағы да тоқып шығамыз. Мына жерде соединительный столбикпен жаңа бекіткен едік қой. Дәл сол жерге столбик без накида тоқып бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20 столбик. 20 столбик. Енді воздушный петляның екінші жақ стенкасына 7 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7. Осы жерден ряд аяқталды. Белгілеп алатын боламыз ары қарай. Екі аяқты біріктіріп алдық. Осы жерден қайтадан санап шығамыз. Толықтай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Барлығы 54 столбик без накида болу керек. Ары қарай өзгеріссіз тағы да 13 рет тоқимыз. Бізде барлығы бөксесі 15 рет болу керек. 2 қатар тоқыдық. Енді 13 рет өзгеріссіз ешқандай прибавка, убавкасыз тоқып шығатын боламыз. Осы 54 столбик без накиданы. Толық 15 қатарда біткен кезде жолғамыз. Неге қыздар, мен 15 қатар толық тоқып болдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 қатар толық тоқылды. Енді убавка жасайтын боламыз. 7 столбик без накида убавка болады. Әрбір 7 столбиктан кейін убавка жасап отырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Убавка. Толтырып отырыңыздар. Арасын халафайбермен өздеріңізге ыңғайлы болу үшін тоқуға. Убавкадан кейін 7 столбик без накида тағы да. 3, 4, 5, 6, 7. Және убавка. Осылай біз 6 рет убавка жасау керекпіз. Тағы да 7 столбик без накида убавка. 2, 3, 4, 5, 6,
7. Тағы да убавка. Осылай рядтың соңына дейін убавкалардың арасын 7 столбик қып тоқып шығамыз. Бізде рядтың соңы убавкамен аяқталады. Келесі ряд тағы да убавка болады. Сол убавкалардың үстінен тағы да қысқарту, яғни убавка жасайтын боламыз. Енді 6 столбик біз накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 убавка. Тағы да 6 столбик без накида убавка. 2, 3, 4, 5, 6 және убавка. Осылай 6 столбик убавкадан рядтың соңына дейін жасап шығамыз. Убавка жасап болдым. Рядтың соңында да убавкамен аяқталады. Келесі ряд бізде өзгеріссіз тоқылады. Барлығы 42 столбик без накида. Убавка жасамаймыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42. 42 столбик без накида. Осы жерден наполнительмен ішін толтырып аламыз да, тағы да 9 ряд тоқимыз. Қазір мен тоқығанмен 10 ряд болады. 9 ряд, енді 9 ряд өзгеріссіз тоқитын боламыз. Қыздар, мен 10 қатар кеудесін тоқып алдым. Мінекей мынау мен убавка жасаған жерім. 7 столбик убавка, 6 столбик убавка, одан кейін өзгеріссіз тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 қатар 42 столбик без накида өзгеріссіз тоқылған болатын. Енді осы жерден ары қарай қолын қосып тоқитын боламыз. Қол бізде екі жағына қарап тұру керек. Бізде ряд ортасына келіп арт жағынан аяқталып тұр. Қолды мінекей мына жерінде қосамыз. Осы жерге жеткенге дейін тағы да столбиктар тоқимыз. Bir, 2, 3, 4, 5. Сіздер де өздеріңіздің игрушкаларыңызға көздеріңізбен есептеп отырып, қарап отырып жасайсыздар. Менікімен бірдей болуы шарт емес, менікіндей болуы да болмай қалуы да мүмкін. Әркімнің тоқу тығыздығы әртүрлі болған себепті. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осы жерден болатын сияқты. Міне көріп алыңыздар. Санаймыз мына жерден 6 шығу керек. Арт жақтан 3, алдыңғы жақтан 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Саусағы алдыңғы жаққа қарап тұратындай обычный столбиктар тоқимыз. Былай жасаймыз. Қолдың ішкі жағындағы үш жағындағы петляларды және денедегі петляларды қосып тоқитын боламыз. Жерден бастайын. Мінекей, қолдан іліп алдым және денеден. Екеуін бірге. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir қарап аламыз енді. Дұрыс орналасты ма? Мынау саусағымыз жылжып кетпеді ма деген сияқты, алдыға артқа. Меніңше болатын сияқты. Енді 14 столбик без накида тоқылам. Егер бір қолын дұрыс тоққан болсаңыздар, екі қолдың арасы 14 столбик без накида болу керек алдыңғы жағынан. Бізде мына жерге уже қол қосылып тоқылған. Бірақ қазір мен мына жақтан алсам, тесік қалып қалайын деп тұр. Сол үшін мынау қол мен бірге қосып тоқылған петлядан
және соның жанында тұрған петлядан екеуінен бірге алып, тесік болып қалып қалмас үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14. Екінші қолымызды орналастырамыз. Қолдың үш жағынан және денеден. Петляларыңыз қалып кетпесін. Екеуінен бірге біреу, қолдан денеден екеу, қолдан денеден үшеу, қол, дене төртеу, бесеу және алтыншы. Тағы да тексеріп аламыз. Болатын сияқты. Әлде сәл жылжып тұрма. Болатын сияқты. Ары қарай қалған столбиктарды рядтың соңына дейін тоқимыз. Тура алдында жаңа жасаған сияқты, мына жерде де тесік қалып қалмас үшін жасаймыз. Қолмен қосылып тоқылған петля және соның жанында тұрған петля екеуінен бірге убавка сияқты осылай жасап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ряд аяқталды. Тағы да бір мұқият тексеріп алыңыздар, асықпай. Денені толтыруды ұмытып кетпейміз. Осылай. Енді біз қыздар бір қатар тағы да 42 столбик біздің агеда болатындай тоқып шығуымыз керек. Қолының сырт жағын қосып. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Қолынан да 6 столбик біздің агеда тоқымыз керек. 7 болды. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ой, не тоқып кеттім. 45 несі? Кешірім сұраймын, қыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 42 деп ойлап отырып. 25, 26, 27, 28, 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42. Осылай 42 столбик без накида шығарып алу керексіздер. Келесі рет бізде убавка болады. Біз бағана денесін кеуде жағына өтпей тұрған кезде убавка 6 столбик без накидамен аяқтағанбыз. Енді 5 столбик без накида убавка болады. 1, 2, 3, 4, 5 убавка. 1, 2, 3, 4, 5 убавка. Қол ішінде осылай көрініп тұрады. Бұлай арасына кіргізуге келетіндей болып тұрады осылай. Bir, iki, üç, dört, beş убавка. Осылай реттің соңына дейін 5 столбик без накида убавка, 5 столбик без накида убавка деп аяқтап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5 убавка. Қолын қатты толтырмаңыздар деген, неге? Егер қолын қатты толтыратын болсаңыздар, қолдарыңыз былай тұрып қалады. Осылайынан әдемірек болып тұру үшін мына жақтары керісінше пустой болғаны жақсырақ. Осылай реттің соңына дейін 5 столбик без накида убавкамен аяқтап шығамыз. Бізде рет аяқталды. Келесі рет тағы да убавка болады. Бұл жолы убавкалардың арасы 4 столбик без накида. 1, 2, 3, 4 убавка. 1, 2, 3, 4 убавка. Тура осылай реттің соңына дейін. Рет аяқталды және шын наполнительмен толтырып алдым. Сіздер де толтырып алыңыздар. Қиындық тудырып қалмас үшін біз қысқарған сайын бекітіле береді, тесігі қысқара береді. Сол үшін қазірден салып отырыңыздар. Енді бізде 3 столбик без накида убавка болады. 1, 2, 3 убавка. Тағы да 3 столбик без накида. 1, 2, 3 убавка. Келесі ряд бізде 2 столбик без накида убавка. 1, 2 убавка. 1, 2 убавка. Реттің соңына дейін. Бізде тағы да рет аяқталды. Келесі ряд 1 столбик без накида убавка. 1 убавка. Тағы да 1 столбик без накида убавка. 1 столбик без накида убавка. Осылай реттің соңына дейін тоқып, наполнительмен ішін жақсылап толтырып аламыз. Неке қыздар, рет аяқтадым және ішін толтырып алдым. Наполнительмен ішін толтырып жатқан кезде міндетті түрде иық жақтарына форма беріп,
осылай қайшының көмегімен кіргізіп, реттеп барып салыңыздар. Екі иығына да осылай форма береміз, әдемілеп. Енді ары қарай қыздар өзгеріссіз 10 қатардай тоқып шығамыз. Бұл бізде мойны болады. Өзгеріссіз тоқып шығамыз. 12 столбик без накида болу керек барлығы. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және 12. Дәл осылай өзгеріссіз 12 столбик без накиданы примерно 10 қатардай тоқып шығамыз. Қыздар, мінекей, мен примерно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 қатар тоқып, ішін наполнительмен толтырдым, әдемілеп. Өте нағыз етіп тұрып толтырасыздар. Әсіресе мойынға қатты көңіл бөліңіздер, себебі басты ұстап тұратын мойын болғандықтан нағыз болып тұру керек. Егер аз салып қойсаңыздар, мойындар бұлқылдап, басы бұлқылдап ұстамай қалатын болады. Сол үшін барынша толтырып салыңыздар. Енді осы жерден наполнитель ішінен шығып кетпес үшін мойынды бекітіп тастаймыз. Убавка жасап бекітіп аламыз. Немесе тіге салсаңыздар да болады. Осылай убавкамен бекіте саламыз. Денесі осымен толықтай дайын. Сіздерде де дұрыс шықты деп үміттенемін. Осымен біздің бірінші бөліміміз аяқталды. Екінші бөлімде қуыршақтың басын, шашын, бет әлпетін қалай жасау керек екенін көрсететін боламын.